Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін кезекті подкастымызды бастаймыз. Бұл жолы подкастымызда сіздердің YouTube желісінде және әлеуметтік желіде сұрақтарыңыз жиналып қапты, көп сұрақтарыңыз. Соны сізге қойсақ бүгін оқырмандарыңыздан. Не сұрайды? Көбісі сіздің алдындағы дұға кітабыңыз бар емес пе? Дұға кітабыңызды сұрап кетті да. Ол енді сатылымнан алып тастады ғой, біз ол кезде адамдар танып қалды біраз кітабыңыз. И сіздің жақында ретрит деген кітабыңыз шығады. Соны адамдар кішкене түсінбей жатыр, дұға кітап алғымыз келді деп жатыр. Соларға не деп жауап бересіз? Енді дұға кітап болғанда сөзім бисмилла, Аллаху салли аля саййидина. Дұға кітап болады. Енді бір жағынан не үшін шығармады дегенде сөз ғой. Соны күтіп қалды. Бірақ дұғаның сырын білу үшін алдымен ол дұға туралы оны түсіндіру керек та. Жалпы дұға деген не өзі? Не үшін дұға етеміз? Алламен байланыс. Және кімге дұға етеміз да? Осы ма? Кімге дұға етесіңдер? Мен бүгінде қараймын, көп адамдар бар. Жалпы өзің кімге дұға етіп жатқанын білмейді сияқты. Яғни дұға етілуші кім? Ол тек Алла деп, Алла, есімі Алла, бірақ кім? Алла кім? Көп адамды түсіну жоқ та? Аталарым хақмаба айтқандай тақлиди иман, елтуші иман. Аталарым мұсылман болған, бүгін елдің бәрі мұсылман болып отыр ғой. Осылай дұға қылсаң, неңің жүріп кетеді, кәсібің жүріп кетеді, жолың ашылып кетеді. Әдемі қыз тауып боласың, әдемі жігіт тауып боласың, қыздар айтады жаңағындай. Үйленіп кетесің, бүйтесің, жаңағындай. Қарыздан құтылып кетесің, бүгінде ең көбі қарыздан құтылу мысалға да. Алла сол үшін бе сонда? Алла сол үшін бе сонда? Жоқ, негізі оның үшін емес. Алла, бір қайбір жыл оқығам баяғыда Түркияда оқып жүргенде бір галактика табылған дейді, құс жолы галактика сияқты да. 30 миллиард жұлдыздан тұрады дейді. Барлығы алтын екен да. Тұтастай алтын. Галактикада. Алла тағала қаласа онда. Бір жұлдызын алып жер бетін тастай бұлардан елдің бәрі, жердің бетін бәрі миллиардер болады онда. Соны әңгіме бітті. Бүкіл қарызың жабылды. Қарызың бәрін жабылдың, басқа қалың болмаса да. Мейл жер бетін материал болып түспей қойсын, әкеп бөліп берсін да. Елдің бәрі миллиардер. Ешкімге жердің бетінде алтын керек жоқ, керек болмай қалды ол да. Алтын несімен қонды? Аздығымен қонды да. Тас сияқты тұратын болса, онда сенің үйінде де алтын, менің үйімде де алтын. Өмірдің бір қатты бір мәнісі болмай қалады. Онда өмірдің несі мәнісі болады. Сонда Аллаға дұға ету үшін дұғаның Алланың кім екендігін түсіну, танымыз керек. Екіншіден дұғаны не үшін етеміз? Дұға туралы жалпы түсінік пайда болу керек қой. Ол үшін де Алла туралы түсінік болу керек. Алла үшін түсінік болу үшін де адам өзін тану керек. Өзін таныса ғана Құдайды таниды дейді. Сен өзін танымай Құдайды қайып танисың? Енді сөйтіп сөзіңізге қарасам, онда біз қатты түсіп кеткенбіз ғой, енді жастар болсын, халық болсын, өзіміз ислам дінін мүлде білмеймін әйтеуір. Басқаша төмен деңгейде түсініп тұрмыз да. Осы дәрежеге біз қалай жеттік? Мысалы, бұрында ата бабамыз ондай емес еді ғой. Әр екінің бірі әулие, сондай кісі болатын еді. Бұның дәрежеге түсіп кетуінің себебі мынау материализм қатты белең алған да, біріншіден. Екінші, сәләфизм белең алған да. Сәләфизм дегені, бұл сәләфизм деп отырғаны сол материалистердің ақыл кітаптарын, яғни христиандар мен сол еврейлердің жалпы әу баста солардың бір нелері, яғни олардың бәрі емес қой, солардың ішіндегі қара күштер деп атайық, соның ішінде. Солар осы нені сәләфизмді жасайды онда. Сонда сәләфизм жасаудағы мақсаты дінді ұстанасың, бір догма ретінде ұстанасың да. Бірақ оның ішіндегі руханиятын ұстанбайсың да. Сондықтан саған дін, ең соңында бұлай арқылы келген дін, саған бір не сияқты болып қалады да, ішін бір бүгінде курстар бар ғой, бұлай жасасаң, техникалар жаңағы, сол сияқты. Техника беретін дін болып қалады. Техника беретін дін болып қалады. Қарызың бар ма, нан оқисың, андай болып қалады. Нандай болып қалсам, өзі андай жасайсың, андай болып қаласың деген сияқты. Ал жалпы қарыз бәрі іші, онда дін керек жоқ онда, деген сияқты нәрсе. Сонда кәсіппен айналысу керек қой, айтқанда.
сонда бүгінгі түсінік пайым жалпы осылай болғанда, яғни сәләфизм бір жағынан, екінші жағынан материализм екінші жағынан кіріп, жалпы адамдар осындай түсінік болып, өзінің үшіншіде өзінің бабаларының кім екенін танымайды. еще ұстаз қараңыз, мысалы бабаларыңыз кім екенін танымайды деп айттыңыз ғой. Біз дальше осылай ешқандай өзгермей кете берсек ше, мысалы біз ары қарай соңғы дәл ойлай алмай не болатынын. Жалпы сіз мысалы біз техникамен қалып кеттік, ешкім осылай айтып жатқан жоқ. Біздің бағытымыз негізі алла тағаланы тану, дүние табу емес. Алла соқ қараймыз, алланы тану деп айтпасақ дальше не болады деп ойлайсыз да, мысалы соңғы ше, оның косягі не Ар жағы не болады? Ар жағы қиямет болады. Тіпті қиямет ерте болады да. Өте дейсіз ғой. Қиямет ерте болады. Әрине қияметтің өзінің сағаты бар, уақыты бар ғой. Бірақ қиямет ерте болады да. Бірақ бұған бір тоқтау үшін, қайтадан оралу үшін не керек та. Осылай кете берсе не болады? Дін деген тек қана бір күні үшін жай ғана мода болады да. Тренд болып қалады ғой. Тренд болып қалады үшін. Дін деген тренд болып қалады. Қазіргі кезде сол трендке сол айналып қояды. Мысалы, екінің бірі умраға барады. Жүрегінде Құдайға деген қорқыныш бар ма? Жоқ. Екінің бірі ораза ұстайды. Жүрегінде Құдайға деген бір қорқыныш, махаббат бар ма? Жоқ. Қорқыныш бар тек қана да. Қандай қорқыныш? тозаққа. Ол тозақпен қорқытады. Бірақ қорқыныш ондай болмайды. Ол сүйіспеншілік қорқыныш, әкеңе деген құрмет мысалға да. Қорқыныш бар. Мамаңа, анаңа деген құрмет, қорқыныш бар. Бір жердің бір көлеңкесін басып кетем бе деген бір қорқыныш та жаңағыдай. Бұның барлығы әке шешең мафия деген сөз емес қой. Оны сүйгеніңнен Ренжітіп қоям ба деп қорқу. Ренжітіп қоям ба деп Қорқу, иә. қорқасың да, қорқасың. Сол сияқты да Аллаға деген сүйіспеншілік осылай бар. Бірақ бұлардың түсінігінде ондай түсінік болмай тұр ғой, не дейсің? Иә. Алла қатыгез болып тұр. Иә, Алла Не істесек болады, сіз мысалы жоқ, істесек болғанда алдымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тану керек қой. Иә. Мысалы мен соңғы кезде мысалы өткенде енді ол әйелім жаңағы кітап шығарды ғой, Хадиша анамызбен сырластық та. Содан бір атақты блогерлер көрсетеді ғой жаңағы. Олар анаған көп мән бермейді. Тіпті біреу былай деп айтады дейді. Кішкентай кезінде Хадишаны жақсы көрген екен, сосын шығарып жатыр екен дейді да. Мен ана жерде жарылдым ғой. Сонда Хадиша анамызды танымайды екен де. Танымайды. Мен жүрегім жағам ұстадым ғой. Хадиша анамыз, өйткені оларға Хадиша анамыз танымал емес екен да. Танымаймыз. Оларға исламнан танымал атақты адамдар ғана, хиттар ғана керек екен. Иә. Хит болмай ма онда? Ол Керек емес. керек емес екен де. Ал ислам Хадиша анамызбен басталған ғой. ең алғашқы мұсылман, иә. Хадиша анамыз болмаса ше. Мүмкін басталмайтын шығар. Ол Алланың суы, бірақ сонымен басталып отыр. Сен Хадиша анамызбен исламды бастамасаң, онда сен курс оқырсың деген сөз. Әсіресе әйелдер, қыздар Хадиша анамызды танымаса, ол пайғамбарымызды еш уақытта танымайды. Еш уақытта танымайды. Кейін атақтылар мені тани ғой, жоқ. Ешқандай атақтылар. Хазіреті Әбу Бәкір, Хазіреті Омар, халифа, Хазіреті Осман, Хазіреті Али, төртеуі түгел болса төбеде келетін дейді, төрт нәрсе. Жер бетіндегі екі досым деген Хазіреті Әбу Бәкір. Үлкен кісілер олар, солай ғой. Бір үмбеттің бір таразың басына қойса, бір таразың басына Хазіреті Әбу Бәкір қойса, Әбу Бәкір басып кетеді деген жаңа хадистерде айтылатындай үлкен кісілер ғой, бірақ ол төртеуін бәрін бір таразың басына қойсаң, Хадиша анамызды тарта алмайды олар. Неге? Әс-сабиқун әувәлун дейді Құранда айтады. Дұрыс па? Кім? Әс-сабиқун. Алғашқылар. Хадиша анамыз. Ең бірінші болып, иә, қабылдады. Әбу Бәкірлер қаяқтан шықты? Хазіреті Омарлар қаяқтан шықты? Кейін. Хазіреті Осман қаяқтан шықты? Хадиша анамыз болмаса да. Кейін шықты. Ол бастап бермесе, бүкіл дүниесін бәрін ислам жолына бермесе, байкот болып ана жерде 2 жыл аш жатқан уақытта кім соларға демеушілік жасады? Хадиша анамыз миллиардтаған өзі миллионер кісі, бүкіл байлығын берген жоқ па? Соны білмейді да бүгінлерді. Сен бүгін қарасу үшіп, бісміллә деп отырсаң, сол Хадиша анамыздың спонсорлығымен бүгінде соны біліп отырсың ғой. Пайғамбарымызға деген көмектесуімен
барып Хира үңгірінде 2 жыл дейді, кейбірде 6 ай болып, сол жақта соны пайғамбарымызға келіп көмектесуі. Пайғамбарымыз жаңағы Хазіреті Жебірейіл келген уақытта қысады, сол кезде жаңағы иқрақ деп отыр. Пайғамбар қорқам дейді, кім келгенін білмейді, жын келді ме, басқа келді ме, дүйі келді ме, періште келді ме білмейді. Сонда Хадиша анамыз сол жерде соған көмектесіп тұр ғой, соған қарсы. Психологическая поддержка. Иә. Әйелдерден пайғамбар келмейді. Бірақ пайғамбар келсе Хадиша анамыз болатындай сондай кісі еді онда. Өйткені 4 әйел бар да, үлкен кісі бар. Хазіреті Мариям бар, Хазіреті Хадиша анамыз бар, Хазіреті Фатима бар, Хазіреті Асия бар да, перғауынның әйелі. Хазіреті Мұсаны жаңа тәрбиелеген да. Бірақ 4-еуінің де үлкені Хадиша анамыз ғой. Қойыңыз. Иә. Хадиша анамыз ғой. Өйткені Фатиманың да, Хазіреті Фатиманың да дүниеге анасы болып тұр. Соңғы пайғамбар, бүкіл пайғамбарлар әр ұлтқа, елге келгенде. Біздің пайғамбар салам әлемге, бүкіл әлемге, ғаламзатқа. Ва арсалнак илля рахматил аламин. Бүкіл жын мен адамзатқа келгенде. Ғаламзатқа. Кім себепкер болды сол пайғамбарымызға? Кім? Хадиша анамыз. Oldu. Хадиша анамыз соған көмектесіп тұрғандықта ешкім оған көмектескен жоқ қой пайғамбарымызға. Хира үңгіріне түскенде сенің қайда едің? Зәммилун үстін орап тастаңдар дегенде сенің қайда едің? Әлгі анау жерде 2 жыл тастап аш жатқан жұрттар айқайлап шырылдап жатқан уақытта айтады, жаңағы Хазірет Фатиманың айтқан сөзі бар. Жас кезінде шырылдап, қарны аш сәбилер шырылдаған дауыстары неге жететін еді дейді, жаңағыдай бірнеше шақырымға жетеді дауыс етеді. Соны барып тыныштық алдырған, соған сүт әперіп берген, тамақ берген кім? Хадиша анамыз. Енді бүгін келіп ұмытып кеттің бе соның бәрін енді? Ұмытып кетіп тұр ғой. Алашықтың кімнің жаңағы Міржақып толы қиын қиыздау талай заман өтті, бүгінде бәрі болаған уақытта аспаннан түсе қалдыңдар, қайда едіңдер сол кезде сендер, қайда едіңдер дейді ғой. Қиын қыстау заман болған еді, жұрт аш жалаңаш еді, сол кезде қайда едіңдер, бүгін келіп бәрің бола қапсыңдар дейді. Енді бүгін келіп блогер әйел, блогер көсем, блогер шейха бола қапсыңдар да, блогер шейх бола қапсыңдар да. Хадиша анамызды танымайсың да, сенің шейхтығынан не керегі бар, сенің Құран жаттағаның не болды? Енді мен шалқаннан qoладым да. Сонда бұны айтып отырғандар атақты блогерлер да. Өзі білмейді дейсіз. Оны жұрттар жаңағыдай ислам дінін керемет білетін адамдар бұлар деп ойлап жүрді жаңағыдай. Бұлар. Яғни шейхалар ғой, айтқанда шейхалар. Негізі шынымен сонда көрдің бе енді? Сонда дін қайда қалды? Тренд бұлтта қалды дейсіз. Сонда сен не білесің бұл діннен? Пайғамбарымызды тану үшін, оның халифаларын тану жоқ, сен Хадиша анамызды тану керек. Танымасаң, қоя ғой сен әңгіме айтпай қой да. Сен әңгіме айтпай қой. Мен сізбен сөйлескен сайын уже қорқам ше. Мысалы, бір адамды дұрыс емес деп айтудың өзінде жаман қорқам ше. Өйткені бір кісіге тиіп кете ма деп ше. Одан кейін мысалы сіз айтып отырсыз ғой қазір. Бұл енді бір жағынан ойлаймын, жастардың кінәсі де жоқ шығар, мысалы бізге үйрететін адамдар болған жоқ та былай ше. Кінә деп айтамын, жоқ ондай емес. Сен Нұрбарақтың оқыған адамсың. Сен Нұрбарақ бітірген адамсың мысалға. Сендер 90-шы жылдармен салыстырсақ, 90-шы жылдарда егер сен сол заманда болсаңдар мысалға да, сендер бұл қазақтың құдай-ау, жаңа жұрттардың бәрі сендердің баталарыңды алу үшін кезекке тұратын жаңағындай шейх болатын ендер да. Бұл да ілімдермен да. Бірақ ол кез 90-шы жылдардағылардың ілімі тарыды еді, бірақ имандар таудай болды. Бүгін кезде сендердің ілімдерің таудай, бірақ Хадиша анам танымайсыңдар, имандарың тарыдай болды. Сіз қараңыз, күшті айттыңыз да. Мысалы, жаңа арабшаны үйреніп алдық, Құран жаттап алдық, ілімдерді үйреніп алдық та. Бірақ үйренген сайын тақуамыз азайып жатыр. Мысалы, намазға мен қиналып тұрамын. Бұрында мен ше кәдімгі танамыз тұра алмай қалсам жылайтынмын ғой бірінші уақытта ше. Неге оятпадыңдар деп папаға ұрсып ше. Қазір оп-оңай ғой. Андай даже мұнафықтың белгісі дейді да. Бұрында шыбын қойған сияқты дейді. Бүйтешін қуып жібере салады дейді. Дәл мен өзім солай сезіндім. Күнә жасай салады. Кез келген ауыр күнәні жасай салады. Неге жасадың десе, Құдай кешірім деген.
Құдай кешіріңді дей салады мысалы. кешірімді ғой. Құдай кешірімді ғой, бірақ сені кешіретініне қандай кепілдігің бар да? Құдай кешірімді, иә. Бірақ Құдай кешірімді деген бәрін кешіре береді деген сөзіміз ғой. Сен мысалы кешірімдісің, бәрін кешіре бересің ба? Сенің бір ақшаңды алып кетсе, $100 алып кетсе, $200,000 алып, $100,000 алып кетсе, кешіресің ба? Таяқ жейді ғой. Сотқа бересің ба? Сотқа бересің, таяқ жейді. Құдай кешірімді ғой дейсің да. Ұялмайсың ба? Шамалы ұят жоқ па? Күнә жасап отырсың. Күнәмен Алланың қатысы жоқ, өзінің қатысы бар да. Бірақ Құдай саған осыншалықты алдыңа ас қойып, екі қолыңды бос қойып, өмірге алып келіп, адам қылып, сені қонақ қылып, өзінің қонағы қылып, әйтпесе сен барып, оның дастарханын тебесің да. Хаша. Енді ұстаз сонда бір жағынан түсінбеймін да. Құдалыққа барып отырып жаңағыдай да. Бас құдап төрге шығарып отырса, аяғыңда дастархан үстіне қойып өсіп жаңағыдай нандарды былай өсіп отырсаң, ұялмайсың ба сен? Қандай болса, бұл қандай құдалық болды? Не пайда дейсіз? Сонда сіз біз қателігіміз не деймін да? Вроде біз исламнан білім алып отырмық та. Бірақ ілім алған сайын танымай тұрсың ғой. Құдай танымай жатырмын. Құдай танымай. Сонда біз не біліп алып жатырмыз сонда? Өйткені Құдай тану үшін пайғамбар тану керек та. Пайғамбар тану үшін оның қасындағы сахабаларын тану керек. Пайғамбардың айналасындағы кісілерді тану керек та. Хадиша анамыз тану керек, Фатима анамыз тану керек. Алғаш кімдер болды? Солар тану керек, Хазіреті Али тану керек. Танымай тұрсың ғой. Олардың бәрін тану үшін не істеуің керек? Сен ата-бабаларыңды тану керек та. Бірақ ата-бабаңды танымай тұрсың ғой. Иә, танымай тұр. Танымайсың ата-бабаң. Рас, мысалы. Ата десе жеті атадан атай алмайтындар өмірде мен көп көрдім. Жоқ, жеті атамды атағанымен де, ұстаз, мен ол немен айналысқанын білмеймін. Үзік бар да ортада. Біреу ауырып келеді кейде дем саламыз алға. Сен дем салып молдық жібердің не сонда ұруын сұраймын. Бірінші атынан бұрын ұруын сұраймын. Сосын жеті атаңды ата деймін да. Білмеймін. Ол бітті, сол Тоқтайды. Қазақ емессіз да işte. Жеті атаң. Сосын айтамын. Енді не үшін саған жын тигенін түсіндің ба деймін да. Өзің жеті атасын білмесе, өзінің кім екенін білмесе, жеті ата деген өзінің паспорты ғой. Иә. Үзік болып қалған ғой. Сонда сен, сонда пайғамбар қайда қалды деген әңгіме ғой. Алла қайда қалды деген әңгіме ғой. Өз жеті атаңды танымасаң, өз атаңды танымасаң, бабаларыңды танымасаң, тарихыңды білмесең, қазақ деген сөздің этимологиясын білмесең, қаяқтан шыққанда төркінін, сөз төркінін білмесең, тек қана отырып алып, жаңағындай бір арабтың ба басқаның ба бір әңгімелерін айта берсең, жаңағындай оқып келген жердің бәрін. Болмаса бүгінгі таңдай жаңағы блогер болып Европаның кім айтсаң жаңағы нелерің бар да? Джори Диспенза. Джори Диспенза дейміз. Кеше соны барып қайттым, жаңағы неде Швейцарияда болды деп кеше. Деп оларды ғана айтсаң, өзің атаңды танымасаң, онда сен Құдайды айтпайсың. Саған проблема не? Саған айтасың. Мен қазір қарыз болып жүрмін. Астыма бір джип мінуім керек, машина бір үй болса. $100,000 керек, коттедж керек маған. Сол үшін не істеуім керек? Сол үшін мына Құдайға сенім керек. Сол үшін басқа Құдайға сенші, ол кезде екі есе болып кетеді мысалға. Шірк. Ол бірақ Құдай емес, ол бірақ қолдан жасаған. Бірақ енді болады деген сияқты. Кейін қартайған кезде кешірім сұрайсың Құдайдан, мұсылман бола салам деп. Қадір түнде қол ұстасам сәйкес келсек сен үшін. Қол ұстасам. Болмайды да ұят енді. Ұят емес па? Ұят болып кеткен жоқ па? Қатты ұят қосасың. Қазақта айтады ғой, Құдайдан ұялсайшы дейді. Шамалы Құдайдан ұят болып кеткен жоқ па? Тым жаңағындай қатты бір қажгер болып кеткен жоқсың ба? Қатты бір намаздыгер, оразагер болып, бірақ шамалы бір Құдайдан ұят болып кеткен жоқ па? Енді именно осы тақырыпта тиктокта әлеуметтік желіде жаман қатты атады да. Бірақ осындай бір пайдалы нәрсе айтылса, бір кішкене аудиториясы аз болып. Ол енді нәпсіне ауыр келді да. И ана бұл маркетологтар да жақсы біледі да, әдейі осындай темаларды қозғайды, что ана просмотр жинау үшін, и бұл атақты болып кетеді да, адамдар сеніп қалады осы нәрсеге. Атақты болып кетеді, сеніп қалады, бірақ көп адам айтқан соң. Қай жерге дейін барасың? Бәрі сол руханиятты іздеп кетті ғой. Қай жерге дейін барасың? Бір жерге дейін барасың, дұрыс. Сөйтіп тоқырау, арғы тоқырау басталады. Бізде негізі ұстаз жастарда не бар да, сұраныс бар да дінге. Мен өзім атақты білемін мысалға. Атақты бір шәкіртім білемін, жаңағы шейх, уағыз айтқыш, басқа айқайлап уағыз айтатын. Бүгінде ол, қазір қарасаң, қолына тәспісін алып, өз-өзімен болып
халықпен араласпай қалған кеше уағызды алған басқасы алған сопы болып жаңағыдай неге өйткені түсінді да ол соншалықты жұрттың бәрі айқайлап уағыз айтқанмен басқаға мен өйткенмен ешқандай апармайтындығын алдымен өзінің жүрегінде құдай табу керек екендігін түсінді да. Сондықтан сен жасың 20-да 25-те 30-да жоқ, сен мен де кезінде 20 жасымда айқайлап уағыз айтқыш болған. Бірақ маған бір кісі айтты, жоқ, не істейсің оны деді. Не істейсің деді. Сен танымал боласың деді. Бірақ Құдайды танытпайсың деді. Өзімді танытамын. Иә. Типа мені тыңда деп жатсыз осы. Иә, мен тыңдайсың. Күшті уағыз айтамын деп па. Күшті уағыз айтамын деп. Сондықтан ең соңында айналып келіп сол Құдайды іздеп қаласың ғой. Бірақ жастық шағыңда өстіп әр жерге бір басып ұрып жүресің. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең ислам дінінің ұстанатын уақыты ол жастық шақ деген. Жастық шағын пайдаланған. Фата деп көп айтады. Фата деп фата деп жаңағы садақпен атын алады ең соңында жаңағы халықтың иман келтіретін кезде фата бар ғой. Жас жігіт туралы айтады. Көп пайғамбар жас жігіт туралы. Өйткені жастардың иманға дұрыс келуі қоғамға көп өзгеріс алып келеді. Ұстаз, енді жастарда сұраныс бар да дінге деген. Енді бағыт жетіспей жатыр ғой бізге. Өткенде алдыңғы рейтті білесің мысалға да, рейтті ең алғаш не деген Талғарда. Сонда ана жігіт айтты ғой. Ең соңында, мен сонда 25 жыл не істедім мен? Мен оқығам, намазым не болды деді. Иә. Сұраныс бар ол кісі деді. Мына айтады, ұстаз, оған ақиқатты айтыңыз дейді. Мен ақиқат айтпасам, тағы 25 жыл сөйтіп жүрейін деп тұр ғой деймін да. Есесіне 25 жыл скип болып отыр ғой оған деймін. Ол тағы 25 жыл сөйтіп жүрейін деп тұр. Сіз осы ретритте мысалы, ретритте күз болып қалдыңыз ғой. Сізге ретритке мысалы Талғардан қатысатын адамдар әлі қатысып келе жатыр. Мысалы Ақтаудағы адамдар Павлодарға қатысайын деп отыр да. Бұл Павлодарда қазір толып қалды ғой орын. Алла қаласа Түркістанда болады. Сол Түркістанға қатысайын деген адамдар уже Павлодардан уже бронь жасатып отыр да. Жалпы не үйретіп жатыр соқта ада халық түсінбей жатыр. Қайта сіздің ретритіңізге келеді. Ода сыр ғой еді, оның ішіндегі сыр да. Бірақ сырдың бір шетін айтайын. Атасын танып отыр да. Атасын танып отыр да. Сол яғни атасын таныған адам өзін таниды, өзін таныған адам Құдайын таниды. Ол жердегі бір сыр да. Бір сыр да. Жалпы өзі аталарын таниды. Кім екендіктерін, кім болғандықтарын. Сондықтан арғай терең дейтін болсақ, оған қатысу керек та. Только қатысу керек. Енді оған менің де көп қатысым жоқ. Мен де ол жерде ретритте мен де сендер сияқтымын. Яғни қызметкермін, қызметшімін. Бірақ әйтеуір сол. Оның өзің бір сыр бар. Ол хадисте де бар жаңағындай мысалға. Аршын көлеңкесінде деген сияқты әңгімелер бар, шет жағасын айтсақ та. Сол сияқты сол. Бізге группаға жазады нәтижелерінде ше. Мысалы бір кісі бірнеше жыл, 10 жылдай ма, 10 жылдан аса ма хронический аурулары болыпты да. Сол диагноз тапсырса, жоқ. Мысалы кәсібі жүріп кеткен, сондайлар көп та. Группаға жазып жатады. Ол мысалы, ол неден мысалы? Ол тоже ата-бабаны танығаннан ба? Қалай не істеп жатыр жалпы? Ата-бабасын танығанда, түсінбей жатыр ғой. ата-бабасын таныған, ата-бабасы танығанда емес қой, ата-бабасын таниды, ол бір бөлек әңгіме. Ата-бабасының кім екендіктерін таниды ғой. Сол ата-бабасының сосын сол жердегі ата-бабасының Алла тағала туралы, пайғамбар туралы әңгімелер айтылмай ма? Сонда қазіргі жаңағыдай жастардың айтып отқан уағызы мен олардың айтып отқан жалпы өзі жас адам уағыз айтпау керек қой негізі. Дұрыс айтасыз. 40-қа толмай келісем. Уағыз айтпа. 40-қа толмай уағыз айтсаң, айтып отқаның бәрі сенің өтірік та. Еще үйленбейді уағыз айтпау. Өйткені досым айтқандай, сөйтіп бір 40-қа толмаған біреу уағыз айтып отыр екен. Шыдамбек айтпайды, сен өзің айтып отқаныңа сенесің бе деп тұр. Сенбеймін деп тұр. Бірақ мешітте де жастар қаптап кетті. Үлкен кісі жоқ. Біздің кезімізде молда деп 60-тан асқан адамды айтатын тұғын. Иә, тыңдай аласыз. Ол 60-қа дейін ол өзінің тәжірибесін көреді, діндегі тәжірибесін. Оған дейін, мен өзім әлі жоқ ішінде уағыз айта алмаймын. Өзім енді ауылдағы уағызды айтып отқандарым бар. Өзімді көп сене бермеймін, мысалға да. Әлде де уақыт керек та. Өйткені уағыз ол өте қиын нәрсе.
мынау әңгіме жай әңгіме ғой маған өзі отырмыз. Мен осындай әңгімені ғана айтамын өзім. иә бірақ осы әңгімені оқырмандар қалайды екен ше. Мен өйткені жаңа осы келе алатын барлық подкасттардың ана комментарийларын оқып шықтым да, бәрі былай айтқанда олар осы жерде 4-ші адам болып отырады екен да. Иә. Былай айтқанда сіз бұны тегін бөлісе аласыз ғой, олардың бәрі сізбен кездескісі келеді, маған жазады ғой кездескісі. Ол кісінің сіздің де уақытыңыз жоқ қой, бізбен кездесуге уақытыңыз жоқ да мысалы. Айналып бір күнге кететін уақыт бұл жерде келіп иә қазір қайтып айтсаңыз. и осы әңгімені как будто олар сіздің үйіңізге келіп шай ішіп әңгімеңізді тыңдаған сияқты болып сезінеді екен да. Жоқ, осыда мен бір уағыз айтып жатқан жоқпын негізі. иә Бұл подкаст қой. иә подкаст Просто әшейін білгеніңді айтасың, молда білген айтасың. Әңгіме ғой, сөз барысында әңгіме. Негізі шай болса вообще керемет болады да. Су әкеліп қойып қойсын. сосын тағы бір нәрсе, сіздің рет-етіңізді аяқтай салайыншы. Анау рет-етіңіз сіздің андай специально бір андай бір әулиелердің жерінде өтеді да. Мысалы жай мысалы бір рет негізі андай қонақ үйде бір қымбат бір жерлерде өткізеді ғой адамдар, бизнесмендер нелер ше. Сіздікі бір мысалы Бекет атада өтеді. Әлмерек бабаның қасында анау Талғардағы Мәшһүр Жүсіп сондай жерде де өтеді да. Не үшін именно сондай жерді таңдайсыз сіз өткізуді? Не үшін басқа жер, не үшін Рексес емес? Не үшін басқа бір 5 жұлдыздық қонақ үй емес? Не үшін именно сол жер? Өйткені 5 жұлдызды қонақ үйді жасасаң, сенің нәпсің қанағаттанады. Бірақ нәпсің қанағаттанғанмен де ол жерде сен ұстай алмасаң, нәпсің сені естіртіп жібереді да. Бірақ рухың қанағат алмайды. Ал жаңағындай жерлерде әулие кісілердің ізінің басқан жерлерде, оның секретін біреуінде Қара шаңырақ роман кітабында бар. Басқа жерлерінде оларда бір руханият бар да, ол жақта да. Сондықтан ол жақта нәпсіден қараған уақытта оның адамның рухы, жүрегі тіріледі. Хакім Абай айтады ғой, жаңағыдай хақтың жүректің көзі ашылса, хақтың сүр сәулесі дейді. Ибн Араби айтады, адамның жүрегі шаң басып лайланып қалады дейді. Адамның жүрегі айна дейді. Ол нені сәулені түскен сияқты, жаңағыдай Алла Тағала Асма-и Хуснасын сол шағылсыз болып сәулесі өтті дейді. Бірақ жүрек нәпсімен жабылып қалады дейді. Жаңағы шаң болып шаң басып қалады дейді. Сол жүректі былай бетіндегі шаңын сүртетін болса, Алла Тағала Асма-и Хуснасы өтті. Енді сондай жерлерге барған уақытта сол жүректің сол нелер ғой, экстра дейміз бе, экстрадан бір уақытша болса да ашылады. Еще анда тыныш болып қалады ғой, бір уақытша көңілің ше. Уақытша болса да сол жерде ашылады, бірақ оның ашылғанын өздері байқамайды да. Сол жерде Алла Тағала Асма-и Хуснасының сәулесі өтті. Өйткені неге? Өйткені әулие кісілердің ол басқан жерлері да. Неге ол әулие кісі? Өйткені ол Алланың достары да. Алланың достары. Біз білмейміз. Иә десе. Өтірік жоқ қой дедік қой. Алланың достары да. Неге Алланың достары десе, олар Алланың дініне қызмет еткендер да. Біз сияқты әшейін жай жаңағыдай бір атақты болу үшін жаңағыдай бір лайық жинап, мен сияқты лайық жинағандар емес. Олар да. Олар тек Алла үшін. Басқа жоқ. Өмірін сол нәрсеге Ала инна аулияллахи ла хауфун алейкум ва ла хум яхзанун. Олар басқа да. Просто біз бұл заманда әулиені де тани алмай қалғанбыз да. Бірақ солардың басқан жерінің өзін сол жерге барып өтетін болса, олар несе сәулесі түсіп кетеді дейсіз. Аурасы да бөлек қол жердің андай басқа. Сол аурасы бөлек болады. Аурасы бөлек болады. Мысалға жаңағындай атақты бір үлкен бір гостиницалар болады, басқа жаңағы ол жерлерде жасауға болады, бірақ ол жақта аура болмайды, таза болмайды, арақ ішіледі, басқа қылады. Ол жерде жын шайтандар өте көп болады. Иә. Мысалы осы қалада білемін, осы қаланың бір шетінде ұзыннан ұзақ тойханалар бар да жаңағыда. Сол мен қинап шақырады, халал той, қай уақытта сол тойханаларға барсам, жаңағы үлкен тойханаларда қазақ салған болса, бірақ ауырып қаламын да. Неге? Өйткені ол сол күні халал болғанмен ол бәрі оның ертесі күні ол жақтан арақ ішіледі, басқа қылады жаңағыдай да. Сондықтан ол жерден ешқандай бір рух демала алмайды да. Сіз сол қалай ауырып қаласыз? Мысалы сап-сау отырсыз ғой. Сізге дем салуға адамдар келеді. И сіз дем салып болған соң кейбір кезде ауырып қаласыз ше. Сап-сау тұрсыз. Бір 10 минуттан кейін уже ауырып жатасыз да. Сол қалай ол сізге ауру болып келеді ол? Мысалы біздің түсінігімізде мысалы
біреу түшкірсе сол вирус арқылы жұғады, одан кейін менде түшкіремін, менде давление береді, сондай сияқты да. Ал сіз былайша рап ол қандай ауру деген қалай ауырып қалады? жоқ былай деп сенің тіліңмен түсіндірші, оп оңай тілмен. Иә, сөйтіңізші. Қолыңа шаң шарғышты ал, Аха. дұрыс па, бір бөлмеге кір, шаң басып қалғанда сол шаңның бәрін шаң шоқсын сорып алсаң, ана жер тап таза болады да. Шаң қайда кетеді? Присостың ішіне. Шаң не істейді ең соңында? Присостың ішіне болады. Шаң не істейді ең соңында не болады? Ауырып қалады ғой шаң. Иә. Шаң шоқсы ауырып қалады ғой, тартпай қалады ғой. Иә, татпай қалады. Топ қалады. Мен мысалым сол сияқты. Біз ана Саған біреуді оқу, басқа қылу бір оңай деп. Мен де өзімше бір оқып қоя беремін біреуге. Мысалы бұл. Айтты сол. айтшы. Жолдас балама Бұл енді ұстаздың қасында жүрміз. Не болды? ойлап қалғанбыз ғой енді. Сөйтіп дем саламын ғой жолдас балама. Сөйтіп 2 күннен кейін жаман қатты ауырамын ғой. Мына бас деген кәдімгідей тартылады, дене деген солып қалды да. Сөйтсем Түрі де бычыс болып кеткен ғой. кәдімгідей дұға жасасам аузымнан тіліме сөз келмей жатыр да. Түрі ше бычыс болып солып қалған ғой. Солып қалғанмын ғой. Сөйтіп айтады, сенде уже не болып қалған, отырып қалған дейді. Содан кейін біреуге дем салмаймын құрсын деді. Ижажасы болмаған адам, батасы болмаған, алаш айтқанда, егер дем салатын болса, оның жынын өзіне аударып алады ғой. Сондай болды. Өте солып қалдым бірақ. Жынын аударып алады. Бірақ енді біздікіне келсек, бізге де болады бірақ әсер да. Бірақ енді маған көп қатысы жоқ. Оқыған кітаптар жаңағы үлкен әулие кісілердің дұғалары болған, көкірташтың дұғалары болған екен. Оның өзі сол жерде біраз нелер бар да жаңағы. Защиталар болады, басқа болады. Кейде сол защитадан бәрібір салмақ болады енді. Салмақ болады да. Жалпы осыны кішкене мысалы асып айтамыз, біз енді материалист болып қалғанбыз ғой, мойындайық та мысалы. Көбіміз материалистпіз, біз андай визуально бүйтіп түсіндіріп бермесеңіз, біз как будто бұл андай. Енді көрмеген соң сенбейді да көп халық. Қиындау да, қабылдау. И андай менің апам да сондай болған екен да. Қимылдамай ауырып қалған, бір кісі молда салған, 1 ай ма 3 ай ма салады. Одан кейін әзіргі күнге дейін даже андай түрі қартайған емес та. Жап-жас. Жасы мысалы 70-те, бірақ 40 жасар сияқты түрі ше жап-жас. Мен айттым, мен сол кезде мүлде сенбеген емеспін дейді да. Дем салған соң қалай мен жазылып кетемін, даже сөйлей алмай қалған кезі болған екен да. Сондай болды. Енді осының біз процесін айта аламыз ба ашықтап? Мысалы, дем салған соң ода не болады немесе ол қалай ауырып келеді, дем салған соң қалай жазылып кетеді олар? Шынымен жазылып кетеді ғой? Қалай жазылып кетеді? 20 жыл ауырған адам. Өзің шариғаттың имани мәселесін түсіне алмайсың. Пайғамбарымыздың сүйікті жарын алғашқы күн Хадиша анамызды танымай жатсың дейсіз ғой. Өзің аталарын танымайсың, сен көңіл кетпейсің. Сол білмей жатырмыз. Сен сияқты адамдарды біздің ауылда жаңа үлкен кісілер айтады, бұлардың діні бөтен дейді. Қазір бүгінгі кезде қариялар да сендердің мына ұстанып жүрген жаңа исламды ұстанып жүрсің ғой, дін сен оны қабылдамайды олар. Өзге дін ғой. Иә, діні бөтен дейді. Еще біз олардікі дұрыс емес деп ойлаймыз ғой. Сендер оларды дұрыс емес деп ойлайсың. Иә. Ұрыс қиырып отқан апай сияқты. Сендер діні бөтен дейді. Болды, бірақ діні бөтен бұлардың керек жоқ. Басқа жақта айтсаң, Құранда айтады, "Ва айна тазғабу" дейді. Қайда лағып барасыңдар дейді. Сол лағып кеткенсіңдер. Олар бірақ ақиқат айтсам жақпайсыңдар. Мен жақпаймын. Жақтырмай қой. Не істеймін? Сен жақтырма деген, мен врачмын да. Врачмын енді. Ол анализдер болады. Кеп мен ауруға, науқасқа көңілі қалады екен деп енді анализді жасырып қалмаймын ғой да. Дұрыс па? Ол жасасаңыз мен ойлаймын да. Немесе зиян шегенде. Зиян шегенсің. Сондықтан мен де анализ айтып, бұны не үшін айтып отырмын? Сендер жақсы болсын деп айтып отырмын ғой. Қамшылау үшін айтып отырмын ғой. Сенің жағдайың осылай жалпы. Ертең құрдымға кетесің осы. Бүгінде мысалға көптеген адамдар жаңа намаз оқып басқа қалса да аутизм болып жатыр мысалға да жаңағыдай ДЦП инфаркт болды мысалға. Үлкендер инфаркт кішкентай. Бұның бар сол сенімнің жоқтығынан ғой. Психологтар айтып отыр ғой. Бұл уже бұл рухани нәрсе деп айтып отыр. Рухани нәрсе. Дәрігерлер уже психосоматологқа жіберді, тоже психосоматолог рухани нәрсе. Мысалы кеше бір аутизм өзін алып қараймын мысалы аутизмді. Сонда аутизм деген уақытта оны қарасақ жаңағындай әке шешесі қазақша айтқанда жаман жер басқан екен да. Жаман жер басқан яғни. Жаман жерлерде жүргенде, жаман жерде отырған гостиницалар ғой. Иә. Клубтар, андай әртүрлі, иә.
иә. Содан баласы аутизм. аутизм болып туған да. Сонда олар ше мысалы жаңдар соңғы қайдан әсер ете ала ма адам жатырына Әсер еткен былай тұрсын. Қан тамырларынан жақын. Ол жаман жер басқан кезде жаңағындай ол бір кітаптан оқығанмын, өткенде де айттым ғой жаңағы рилста. Яғни әкесі шайтан болып шығады, жын болып шығады. Жүнітпен туылған. Жүнітпен туылған. қалай ашып жіберіңіз, қалай жүнітпен туылған деген. Яғни жұмыртқаға сперма басқа сперма кетіп қалады да. Араласып кетіп тұр ғой. Немесе араласып кетеді. Әйтеуір бір сондай бір нәрсесі бар да. Содан жаңағындай басқаша болып туылады да. Олар да адам сияқты нәрсе. Енді біз өсіп келе жатырық. Осындай түсінікпен дейік. Енді үлкен кісілер кетеді болашақта. Енді алдағы ұрпақтың жағдайы қалай болады? Ұрпақтың жағдайы болған былай болады Насыретте. Сен қанша келдің қазір? 30 келіп қалдың ғой? 30-дамын. Енді мына 40 жасың келген уақытта тіліңді кәлимаға келтіріп, жаңағындай жан-жағын қарап мұсылман бола бастайсың. Аспанға қарап, ақыл қонады да жаңағындай. Қазір әзірге сол әр нәрсені бір шатпаттап жаңағындай сөйтіп жүре бересің да. Егер сен сияқтылар бұрын совет үкіметі заман болғанда, онда комсомол болатын еді да. Партийный жаңағы басқалар, оралар. Мына заманда дін болғаннан кейін дінді солай ұстанасың. Айналып келгенде дін ұстау тренд болып жатыр. Иә, тренд болды да. Солай болады да. Умраға барып тренд, анау тренд, мынау тренд. Құдай қайда қалды? Сол. Жаңа мен досым айтқанда, құдайды іздеп отыр. Ешкім жоқ қой дейді да жаңағындай. Бұл енді ауыр сөздер ғой. Ауыр сөздер бұлардың бір қарап шыққан. Комментарийға да жазғанда сендер шайтан деп айта бересің деп өздеріңнен де бар. Иә, шайтан деп айта бересің. Сол сіз негізі мен ойлаймын да көп мысалы негативный дейді ғой орысша айтқанда, негативный ойдар соның бәрі сол жақтан деп ойлаймын. Өйткені адам жаны таза болса, тек ол жақтан емес, шайтаннан да үлкен шайтан бар да. Нәпсі ғой да. Ол адам нәпсі. Нәпсі ол нәпсінің былай подходтарынан жаңағыдай да, саған жасаған подходтарын Шайтанға көрсетіп тұр ғой да. Шайтан да оны түсінбейді. Шайтанның өзі түсінбейді. Просто шайтан оған мотивация береді үшін болды. Ой тастайды ғой. Әрі қарай нәпсі. Просто мотивация тастап бір ой тастап қояды, бір проект береді, басқа қылады жаңағыдай да, бір шамалы ғана намек тастайды, намек қылады. Сонда нәпсі деп мына жерде сен да деп айтты. Сен енді бара бер дейді. Şu бір сіздің сөзіңіз бар еді ғой. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи үлкен жихад деген де. Нәпсі айта бер. Сіздің сөзіңіз бар да. Адамның рухы мен нәпсі осы біздің денемізге таласады деп ше. Қайсы бірінші. Сонда нәпсі де сонда мақұлық болып тұр ма? Сондай бір жаратылыс. Мақұлық қой жаратылыс. Рух бар, нәпсі бар. Сен рухтар елінде өмір сүрдің ғой. Дұрыс па? Әлімсақтан бері мұсылманбыз ғой қазақта. Содан бері еліңме жібереді. Жаңағы рух үрленеді құрсақта, иә. Сол кезде нәпсі де бірге беріледі ғой. Өйткені нәпсі арқылы сен мынаны сезінесің да. Суды ішкен автобусым, нәпсі арқылы сезінесің да. Нәпсі болмаса сезіне алмайсың. Нәпсі ол бір соған бір материал да, жаңағы. Бірақ оның да бірақ оның болмысы бар да. Кәдімгідей ол да бір адам сияқты да ол да. Сонда мына ол да бір адам, кәдімгі адам. Дененің бірақ мұтмайын нәпсі болған уақытта, мұтмайын нәпсі ол жаңағы рух екеуі жаңағындай біртұтасып кетеді. Екеуі бір былайша айтқанда ортақ болып кетеді. Бірақ нәпсі ол мұтмайынға жету үшін қайда ол? Біраз жүзу керек та. Әулеп кетесің ғой кезде. Ол нәпсінің өзінің болмысы ит болады да жаңағындай. Ит болып тұрады жаңағындай. Бөрі болады. Нәпсі бөрі деп айтады қазақта да. Ол кәдімгі болмысы бөрі болады, қасқыр болады. Бөрі сияқты. Ол жаңағындай былайша айтқанда көп адамдардың өміріне қарап тұрсаң да, сен өзің зерттейші. Сен зерттемей ақ қой. Жалпы мына заманда қарап тұрсаң да, нәпсі билеген заман дейді да. Кеше анау Қоқырташтың соңғы бітірген Ержан Қазірет деген кісі болған. Қоқырташтың жаңағы Мәшкөстер бітірген да. Сол кеше естіп қалдым, 3 нәрсені білдім айтады дейді да, қияметтің белгісі ретінде. Соның үшінші дейді жаңағы иттің ішінен баласының несін жаңағы шулайды ғой жаңағы
ұлиды ғой. Ұлыған дауыс несі, сол мағынасы не деп соны жаңағы қариялар сұрап отырды. Мен ойланып күліп жібердім. Иә. Так терең кетіп қалыпты ол кісі. Соны күліп жібердім да, соны айтты, шет жағы соны былай дедім да, ар жағын алла біледі. Ол сол қазіргі дегенде айтып отыр да. Қазіргі. Бұзылған қоғамда, бізде айтып отыр. бұзылған қоғамда нәпсілерді ішіне алып алып, жаңағы масондар сияқты болады ғой, жаңағы сол сияқты, қара күштер сияқты. Тур қара күштің тірлігін жасайды ғой. Әлемді билеп отқан қара күштер емес пе? Перден қарап билеп отыр ғой. Дәл сол жақта олар проект жасайды. Бір контактта болады жаңағыдай да. Сенің нәпсің, менің нәпсім. Өздері жиналыс жасайды, басқа қалайды, сөйтіп олар жаңағы сөйтіп рухты, нәпсіні, жаңағы нәпсілер рухты билейді. Ал сенің байқұс рухың мүбәрәк та. Мотивация қылса, сонымен жаңағыдай мотивация қылып, ана мынау деп, иә деп жүре бересің да. Негізі рух мүбәрәк болады да, негізі өзі. Рух мүбәрәк болады. Мен осы айтқан нәпсі дегенде ол мен де ойлап жүрдім да. Жоқ. Рух ол басқа деп ше. Рух сен өзің ғой. Рух мен, иә. Нәпсі басқа. Сен сөйлеп отырған өзің ғой. Бірақ осы жерде нәпсі келіп, рухты билеген кезде, нәпсі сөйлейді. Кәдімгі өсіп болса сөйлейді. Мысалы, нәпсі қалай сөйлейді да? Нәпсі қалай сөйлейді? Мысалға, карта тастаса, мысалға, жаңағыдай да, карта ойнайды, жаңағыдай да. Ақшаттың ойлайды, ақша таста ана жерде, сол жерде сол сөздің нәпсі сөйлей бастайды. Азартқа бірнеше шығады. Күлкіш болады олар, басқа қалады, аржалақыш болады. Сөйтіп сол рухтында күледі, күлмейді емес, бірақ ананікі не болып тұр әлгі. Бір ит сияқты көрінеді жаңағы, өзі көрінеді өзі көріне бастайды да. Мен нәпсінің құлы деп ең түсініп отырмын да, ол кәдімгі жаратылыс екен, соның құлы екен деген. Мысалы мынадай ғой, кейбір адамдар болады да, көшеде ит жетіктеп жүреді да. Кейбірі болады, ит оны жетіктеп жүреді да, көрдің ғой? Оны талай көремін. Жаңа ит бір жерге сарса, соны күтіп тұрады. Иә. Ана байқұс та, егесі күтіп тұрады. Иесіне дәл осы сияқты бүгінгі таңда қоғамда қарап тұрсаң, мейлі атақты уағызшы бола берсін, блогер бола берсін, ғалым бола берсін, қызықтырмайды ол. Иә. Нәпсі билеп алады. Оны айненді шайтан келіп не алады, жаңағы шайтанның келіп оң жағына азғыру бар дейді да. Сен мощный бола берсін деп айтады. Сен керемет уағыз айтасың, сен арабшаны жақсы білесің. Сен Құранды мощный жатқа білесің сен деп. Сен шейхсің деп. Ол Құранды жатқа біліп, хафыздықтан да шығарып алады ол. Мысалы, мен қазір психологқа барып жүрмін да, бір өзім психолог бар да. Маған өзі психолог қызық, сөйлескенде қызық да. И ол айтады, мысалы мен мақтайды да, осындай. И осыны қабылда дейді ғой, өзің сондай екеніңді. Ол да сол, өйткені неге? Өйткені мына заманда бір секрет айтайын да, байығың келсе, атақты болғың келсе, рухтармен жұмыс жасамады. Нәпсілермен жұмыс жасады. Қымбат жерде жүр, қымбат нәпсі. Ол бөліп қоймай ғой. Жұрттардың нәпсілерімен сөйлесті. Соларға жағдай жасады. Сосын ба? Сатып ал. Олар сатылады сосын. Ит қой жаңа сатылады. Рух сатылмайды. Ұнайды ғой бізге. Рух сатылмайды да, нәпсі сатылады. Содан ол нәпсі басқа нәпсіге айтады, басқа мынау біздің адам екен дейді. Мынау болатын бала деген дейді. Айтады, мафия ғой мынау. Олар өздері мафия да. Сөйтіп, соларға мысалға деп айтасың, сен мықты болу үшін мен деп айта бер дейсің да. Мен деп айта бер. Мен деп. Сонда сен көтер. Расында сол мен деген екен, іште нәпсі сол көтеріледі. Сөйтіп ол рух төмен қалып кетеді. Жүрек байғысы ол, жүректі ол неге жібере салады, жаңағы қарттар үйіне жібереді. Ақсақал ғой жаңағы. Қарттар үйіне кетті ол өз-өзімен. Ол жүрек сол рухпен қатысты нәрсе да, бірақ ол жүрек өзінің несі, бірақ оны бар қарттар үйіне жата қойды да. Сосын жаңағыдай сол нәпсіні көтеретін нәрселердің бәрін, техникалардың бәрін өсіп айтасың жаңағы. Ол нәпсіге ұнайды ол. Опа, шақырып психолог ретінде жауап. Сен өзің жоғалтып алған екенсің ғой. Деп басайын әңгімені да. Сен өзің жоғалтып алсың. Сен техникалар жаса. Бір бөле жаса дейді. Не деп береді? Аффирмация. Визуализация. Мен деп айта бер. Орасында ол пайдасы болады. Кәдімгі пайдасы болады. Кәдімгі, өйткені ана рухпен екеуі тайталасып жүрген нәрсе ғой жаңағы. Ол кәдімгі шығып алып, өзін алып
өйткені дүние мынау нәпсінікі ғой, дүние деп отқаны. Ол керемет не істейді. Емес еді. Ана рух кеудесі тартынып тұрады ғой, ұялады, қысылудың, анау қысылудың бәрін сығып тастайды да. Сөйтіп алып, ол расында көптеген есіктер жетеді. Бірақ түбі құрдымға кетеді. Түбі ең соңында жаңағыдай рухани. Соған жетіп алған соң уже адам жоғалтады ғой, депрессия, қалың рух депрессия кіреді. қысылады. Иә. Рух қысылады, жаңағыдай сөз бар ғой, кейде бай адам, кедей адам кедейменен ойнамайды деп ше, жаңағыдай да, кедейді байда аш боламын деп ойламайды деген сөз бар ма, сол сияқты. Рух іште қысылып, рухты шумоғы бір жерге лақтырып тастайды, болды. Жүрек ол қарттар үйінде жатады да. Содан сол мықты боласың, керемет боласың енді ол. Негізі билейтіндер де солар жаңағы. Әлемді билейтіндер де солар. Мысалға сахабалардан кейін жаңағы омейядтар келді, аббасилер келді мысалға да. Сөйтті де олар 100 жыл, біреу 2 жыл бойы қан төкті, басқа қылды да. Сол нәпсі. Жаңағы Құранда да періштелер айтады ғой, соны қан төгетін адамдар жаратасың ба деп тұр ғой. Соны нәпсілерді айтып тұр. Нәпсілер айтып тұр. Нәпсіне ие боламайды дейді адамдар. Адам жаратып жатыр, бірақ нәпсіне ие боламайды дейді. Өйткені нәпсі сана ғой, ақыл ғой. Ақыл ол бір компьютер да. Бірақ жүректе де ақыл бар. Бірақ ол руханияттан байланыстырды да. Мына жердегі ол бүгінгі неңді тур GPT ғой мынау, GPT да. Бүгін нәрсені жасап береді жаңағыдай. Нәпсі сол нені ақылда өзіне байлап алады. Осы нәрселер енді күш бір тылсым дүние ғой. Былай айтқанда квантовый метафизикалық нәрселерден бәрі ше, қара халық түсіне бермейтін нәрсені. И бұны жаңа Джо Диспенза жаңалық ретінде айтып жатыр да, типа ше, осы нәрселердің бір кішкене басқа жағын, бірақ дүниеге қатысты жағын айтып жатыр да көбінесе. Ол Джо Диспенза айтып жатқан оның бәрі сол жаңағы тыңдап көрдім ғой, сол ол жүректі, рухани жүректі айтып жатқан жоқ қой, ол сол нәпсінің әңгімесі айтып тұр. Просто нәпсінің техникасын. Нәпсінің техникасын жасасаң, бұл өмірде сен керемет боласың. Былай сыртқа келбетіңде керемет боласың. Және сонымен де соның бір мастығы болады, олардың да ішетін шараптары болады. Рухани шара болатын ненің да жаңағындай да. Мысалы қандай шарап, біреу сені мақтайды, басқа қалайды, казино ақшасын шашады, сол кезде сол казино ақшасын шашқан кезде мас болады. Және ол мастықты кім? Нәпсі шайтандармен бірге шеді. Ақшаны шашқан кезде. Құранда да аят бар жаңағындай. Ысырап етушілер деп те жаңағындай сол айтады. Иннал мүбәззир ихуан шаятин дейді. Мүбәззирин деп айтады, мүбәззирин десең. Солар нәпсі. Нәпсі алға шығып, рухты былай қарасаң, оның рухы бір жерде жатады дейді. Байлап тастайды. Қамалып бола ма? Кейде жындар байлап тастайтындар болады, байлап тастайды. Сол жүреді, ха-ха-ха, мехехе, сол той, ана, мынау, жаңағыдай атақты болады, басқа болады, самолетте мінеді, басқа жүреді. Солардың заманы болады. Соңында қайғырып өледі. Ол хадисте де бар, жаңағы 5 нәрсе ақыр заманында сол жаңағы мұсылмандар 5 нәрсені жақсы көріп, 5 нәрсені ұмытады дейді. Дүниені жақсы көріп, ақыретті ұмытады біреуінде. Соны 5-шіні айтады, кейін тағы бір жерде айтады. Юхиббуна нәпса ва янсауна Аллаха дейді. Нәпсін жақсы көреді, Алланы ұмытады. Рухты байықтың өзі, рухтың байықтың өзі. Ауыр сөз. Осы әңгімелерің ше. Ана нәпсіні жақсы көріп қалады, сорлы рух ше. Жақсы көріп, ана жаңағы хадисте де бар ғой, қияметтің белгісі дейді ғой. Сонда не деген уақытта күн өзінің қожайын дуат деп отқан не ол. Өйткені ана баласын күн көріп кетеді. Соны айтқанын істей береді. Мектепке апарады, аузына тамақ салады. Еш уақыт оған ұрыспайды. Ең соңында бұны ол қарттар үйіне лақтырып жіберсе де, қарттар үйінде отырып пенсиясын соған беріп отырады. Күн болып қалады. Дәл осы сияқты рух нәпсісін осылай жақсы көріп қалады. Рух нәпсісін жақсы көрмеу керек қой. Алланы жақсы көреді. Рухқа берілген бір сүйіспеншілік бар да, ол өзінің иесіне берілген сүйіспеншілік, өзінің иесі Алла ғой. Ана соны алмастырып нәпсіге беріп қояды. Алдан қалады. Енді осы әңгімелеріңіз күшті айтып жатсыз да. Кітабыңызда осы нәрселер жазыла ма? Өйткені күнде сіз адам тыңдай алмауы мүмкін да. Енді біздің жаңағы ретрит деген тылсым дүниенің кітаптарда осылардың жаңағы лекарство, осылардың несін істеп салып отырамыз ғой. Ол тылсым дүние емес, ол тылсым дүние ретрит бір кітап қой, ол арғы жалғасы көп. Яғни 10 кітап, 20 кітап, 30 кітапқа дейін, 100 кітапқа дейін ала берсе, иншалла оны шығарамыз да. Шығарамыз бұйырса. Соны жайлап, жаңағындай біз енді соларға қарсы
жұмыс істейміз да, жаңағы черный мафия ғой енді. белый мафиямыз өзі. Белый мафия болып қарсы жұмыс істеп, жаңағы адамдардың рухтарына сәлемдеме жолдаймыз ғой жаңағыдай. Ретрит деп қоямыз. Нәпсі ұнатып қалады жаңағы деп. Бірақ астында тылсым дүние деп рухқа жай кішкене жазып қойып код кетіп қалады ғой. сәлем айтамыз да жаңағыдай. Сырта ретритте іші тылсым дүние да. Сонда ал нәпсі сен алданып қалады да. Нәпсінді алдау ғой, алдайтын жерлер. Нәпсі негізі алданғыш болады. Бірақ оны білмей тұр да ана сол. Ит сияқты деп отырмын ғой жаңағы алданады. Сүйек берсең болды дейсіз ғой. Сүйек берсең болады жаңағы. Сүйекке ақша сатып алып, соның жолдары бар енді. Сонымен сол жаңағы неге жібереміз жаңағы. Соларға жібереміз ғой. Ол қашан шығады кітап? Енді ал жаңағы ретритке келетін болсақ, ретриттен нәпсі қатыспайды ол жерде. Тек рух. Жоқ, ана жерде қатыспайды ол жерде. қалып кетеді. Кіргізбейді ол. Тем более ана әулиелердің жерінде. Әулиелердің жерінде олар нәпсі кірмейді ол. Кірмейді. Сондықтан ретке келген адам жүрегі тыныш болып қалады, содан ба? Содан жем ол. Қуаттанып кетеді. Сенің нәпсінің құл болып тұрсың ғой. Сен хотя бір сағатқа құлдықтан шығарып алып дейсіз. Құлдықтан шығарып. Енді әрине білмеймін. Енді әрине оның бәрін сен нәпсің құл болып жүр деп айтудан аулақпын. Бірақ мысал ретінде айтып отырмын. Мысал ретінде. Әрине бәріміз де нәпсімізді жақсы көріп отырмыз ғой. Мен өзімді мысалға да аппақпын деп айтпаймын. Өзім сол сорлы жүрген адам біреуінде оны мойындауым керек. Бірақ бір ғалым ретінде айтып отырмын. Енді ғалым ретінде айтып отырмын. Сөйтіп жайлап жібереміз, ей деймін. Тыңда. Деп жасырын жібереміз. Алланы жақсы көр. Пайғамбарды жақсы көр. Хадиша анамыз таны. Фатима анамыз таны. Дейміз ғой. Жайлап жібер. Ана түсінеді ғой. Содан іштей рухтың көтерілістері басталады. Ойлаймын да осы әңгімені мысалы 40 күн тыңдаса ше, нормаль болып қалатын сияқтымыз да, кішкене ше, тұрлап ше, ой, әке шешемді ойлайын, адамдарға жақсылық жасайын, кәсіпті тек ақша табу үшін емес, пайда табып беру үшін деген сияқты. Құдайды шынайы жақсы көр, есеппен емес. Өйткені нәпсі өзің есебімен жақсы көріп тұр да. Ол жақсы көрді. Нәпсіні алып таста. Алланы шынайы жақсы көр. Ата-анаңды шынайы жақсы көр. Өтірік жақсы көрме. Үйтіп шығып кетіп өсіп кеткеннен кейін болды, кетіп қаламын деме. Келінсің бе, енеңді шынайы жақсы көр. Енесің бе, келініңді шынайы жақсы көр. Нәпсімен жақсы көрме. Не деген? Өйткені не деген келін мен ене көбінесе араласып, ол нәпсіден аралап. Екі нәпсі бір-бірімен кездесіп. Рухы отыр байқұстардың да. Екеуінің рухы отыр да. Мына жақта нәпсілер араласып, қырылысып, барласып. Сөйтіп жатыр да. Кәдімгідей олардың былай қарасаң, иттердің кәдімгі жаңағы екі жақтан екі адам келеді, екеуің келесіңдер, иттердің да. Аралайды ғой. Паркта жүрсіңдер да жаңағыдай да. Екеуің паркта жүрсіңдер. Сөйтіп жаңағы солидный болып амандаса бір-біріне көрінбей кеттің ғой, нұр бірақ біткеннен көрінбей кеттің. Бірақ та жаңағыдай ортаға сүйек түсіп кеттің бір болғасын, екі жағын екі итің тарт деп отырсың ғой. Дәл сондай да. Дәл сондай, жұспайсың, басқа жүрсің. Мысалда күшті негізі. Бірақ қай уақытта нәпсі тіпті ол ит бері ғой, оның ар жағы да бар, ол бөрі бар да. Бөрі түрлері бар. Олар мүлдем қиын да. Олар енді ол нәпсін. Ол нәпсілері рухын жұтып қояды ғой. Жеп қойған да, жеп талап, оны күнде талап, ол байғыстың, олар енді мүлдем қиын олар. Олар жаңағы казино ойнайтындар, жаңағы елдің жаңағы басшы болып отырып, ақшасын жейтіндер солар. Олар мысалы емделе ма не ұстаз, қайтадан нормальный бола аламыз ба біз? Енді олар емделеме деген уақытта қалай емделеміз болмаса? Емделмейтіндер бар, Құранда аят бар. Инналлазина кафару саваун алейхим анзартахум ам лам тунзир ла юмин хатамаллаху ала кулубихим ва ла сам'ихим ва ла абсарихим. Сол жерде жаңағыдай ең соңында дейді да, сол нәпсі артына шығып кетіп, рухын мыжып бастап деген кезде жаңағы Құдайға қарсы шығып кетеді дейді. Құдайға қарсы шыға беріп жаңағыдай Құдайға қарсы шығғанда былай қарағанда Құдайға қарсы да шықпауы мүмкін, бірақ ислами ақиқаттарды жоққа шығара береді да. Иә. Мысалы Құран бақылауға болмайды. 7-сін өткізуге болмайды, 40-ны өткізуге болмайды деген сияқты осындай ислами рухани құндылықтарға, бабалардың құндылықтарына жоққа шығара береді да. Былай қараса мұсылман да. Ойза қилалахум ла туфсиду фил арди қалу иннама нахну муслихун. Ала иннахум хумул муфсидун валакин ла яшкурун. Бірақ өздері сезбейді де, неге? Нәпсісіне байланып қалған, білмейді де ол. Жүре береді ол.
жүре бересің сен, атақты хафыз болып та жүре бересің, ғұлама болып та жүре бересің сен оны. Бірақ нәпсің жүреді. Алға шығып кеткен дейсің. Сондықтан мысалы нәпсің алға шықпау үшін мысалы мешітке барып уағыз айтайын деп отырсың ба? Сол үстінде аппақ киімнің шапанымен барып, елдің көзінше туалет жу да. Сыпыр көшені. Ең западлы болатын нәрсені жаса да. Нәпсі өліп кете жаздайды. Осыдан ана не жиналсын дейді, жаңағы өздерінің жиналыстары ғой, солар жиналсын. Осыны салам дейді. Мынау вирус дейді. Бірақ сол жерде басылып қалды. Сол жерде сен айтсаң уағызың дұрыс шығады да. Әйтпесе сен уағыз айтып отырасың. Сен рухың сөйлемейді, нәпсі сөйлеп кетеді. Нәпсі кәдімгі сөйлеп отырды, айырмашылығы екеуінің несінің айырмашылығы бар. Тонның айырмашылығы бар да. Байқалады оны басқа адам сезеді. Жоқ, рухани бейнесі де бар негізінде да. Жаңа рух жоғалып кетіп танып шығады, рухани бейнелер көрінеді да, жаңағыдай да. Жоқ, оны сәбилер көрді мысалға. оны сезеді ғой адамдар, Айша. Жоқ, сол нәпсі сөйлеп жатқан адамдар сезеді ғой. Сезбейді, көп адам сеземейді оны. Жаңағы несіне қарап, айтқанына қарап, мақтағанына қарап, сөйтіп жаңағыдай. Сендердің бәрін жұмақта көріп тұрмын, анау мынау дейді деп. Дегенде Аллам қола ма? Деп сөйтіп қуантып алады. Негізі көбінесе сол екі жақты не алады. Біреулер тозақпен қорқытады, жаңағыдай. Біреулері Жәннатпен шешіледі. жәннатпен жаңағыдай. Сендер тозақты ұмытыңдар. Үш сахаба тозақтың құлдары, біреуі жұмақтың құлдары. Екеуі де нәпсіге не қылады. Иә, жаңағы мысалы қорғыздардың айтқыш болады. Сол нәпсінің темасы. Ол нәпсі айтып отырмын саған. Біздің мақсат сонда не болу керек сонда? Алла болмыз ғой. Алла. Сен өзің ұмытып тұрсың. Ұмытып тұрсың. Алла қайда қалды? Қорғыздар анау мынау болса. Бұның өзі да. Бұны осындай әңгімелер тіпті ненің өзін жалықтырып жүрген да, жаңағыдай сырттағы анау атеистердің өзін құтыртып жіберген да. Тәңіршілдердің қарсы шығады. Қойып, мұндайда мұсылман болмайтын шығар. Олардың өздері Құдайға өздері қарсы шығып отырса да, жағдайда. Қой, тым бұндай не болмайтын шығар. Менің арым таза дейді ғой. Бұдан қараған менің арым таза дейді да. Өйткені сол біреу айтады, жаңағы діннен шығып кеткеннен кейін барып көңілім тынышталды дейді. Сондай болады да. Сондай жағдайға нәпсі оның нәпсі жеткізіп отыр да. Бірақ атақты болады, басқа блогер боласың, қиын боласың. Жүресің, аман жүресің. Бірақ әрине бұлардың арттарында да сол нелер болады, жаңағыдай жын шайтандар болады. Арнайы өзінің олардың ар жағын жиналыстары бар. Ол сенен айырмайды олар. Ол сен бір ұстаса болды. Сол нәпсінің келіседі, сол нәпсіге өзін беретіндерін беріп тұрады жаңағыдай. Сосын оларға айтады, сен мен жамағатын жасап беремін дейді, басқа аламын дейді. Падешкін беремін дейді. Сол жындар не үшін жасайды ғой? Оларға не керек бізден? Жаңағы шайтандар ма? Иә. Ол жалпы әблестің өзінің несі ғой, баяғы. Уәдесі, өзінің несі. Бірақ бер жағындағыларға дейсің ғой. Иә. Былай екен да оны. Сол арқылы олар бизнес жасайды екен да. Мысалы соғыс арқылы қару жарақ сатып бизнес жасайды ма? Наркотик сатпай ма? Сол сияқты да сенің сол нәпсіңді көтерту арқылы сенен сол өзің бизнес жасайды, сенен сол энергияны алады. Олар көп энергия алады одан. Сол энергия оларда үлкен ақша, олардың үлкен дүние болады оларда. Сол олардың несі сол энергия арқылы дүние болады да. Содан біз әлсіреп қаламыз, иә? Психологтар айтып жүр ғой, андай үйтіп қалып аффирмация қыл, сонда ар жақта энергия болады, энергияны өзіңе аласың, бай боласың деп тұр ғой. Сол да. Бірақ ол энергия екі түрлі болады да. Біреуі рухани шынайы энергия, біреуі сол жын шайтандардың энергиясы да. Солай болады. Яғни сен адамды Алла тағала өте бір керемет қылып жаратқан да жаңағы. Соншалықты адам ғаламзат бір төбеде, адам бір төбеде. Жын қап кетеді болмаса. Сонда кейбір адамдардың ғаламзат бір төбеде. Енді бүкіл ғаламзаттың қандай қасиет болса, мына Насуриттің бір өзінде сондай қасиет бар ғой. Енді ойласа енді. Жын шайтан соны. Мынаны алмаймын мен ана несін. Өйткені оларда жоқ қой олар сияқты. Оларда жоқ қой. Қызықтырып тұрған біздің сонда анау. Иә. Энергия. Құран оқиды, жанады. Әсіресе сен мысалға сен атаң молда болса, үлкен болып жаңағыдай қасиеті болса, әулие кісі болса, сол сен сол қасиет сенде болады да. Атом сияқты да. Ол нұр да жаңағыдай. Бір қалаға нұр береді. Оларда атом болмайды да. Сол арқылы. Не үшін бүгінде не үшін соғыс болады? Не үшін дейді? Оның бәрін үлкен кәсіп жатыр, бизнес жатыр, соның артында өзінің нәпсін еш жатыр ғой. Ол жер бетінде де соғыс та дәл солай.
солардың артынан өздерінің жаңағыдай энергияларын алады да. Сол арқылы күшейеді өздеріне. Кейбір адамдарға қарасаң солып қалған ғой, өзінде Әлсіреп от жоқ. жүрмін шынымен әлсіреп Иә, қалдым. сор болады Сол ғой. кезде ана Менде алып сол анау дем салған кезде менде Сор сөйтіп болады қалдым ғой. дағы. Сосын кейін сосын бір уақыт дегенде лақтырып тастайды. Анау дем салдым дедім ғой сосын. тура осы жағы кино бар ғой ұстаз. Мынау америкалықтар түсірген осы. Бұл америкалықтар дамыған мемлекеттер, мен айтып жатқан нәрсемді мен оларға айтсам ше, Бірден біздің қалды. күнделікті әңгімеміз ғой деп айтады да. Жаңалық емес олар. Жаңалық емес. Мен мысалға өзім университетте мысалы Нұрболаттың өзінде мен мысалы 20 жыл бұрынғы айтқан нәрселерін бұлар енді айтып жүрді мысалға да. Оны өздері айтады. Ұстаздың дейді жаңағы білім беру техникасының жаңағы нелердің кейбір мәселелердің айтқан 20 жылдан кейін біз сырттан адам жалдап оқытып жатырмыз ғой дейді. Еще адам мен тегін айтқам да оларға. Сен қақтым. Қараса тұр интернетте ғой. Мен де бардым, Америкаға талай бардым. Кинолардың бәрі сондай дейсіз ғой еще. Көрдім оларды, зерттедім оларды. Мен енді Нұрбақтың бір 5-6 теңге береден қарап отырған жоқпын, өзім тілім бар енді. Кинолардың бәрі сондай ғой сосын. Сондықтан мен өзім де баста Америкаға, сол Европаға көшіп кетпекші болғанмын енді. Бірақ сол кейін сол жеңгең ұлтшыл болып шықты да мен. Қалу керек болды десеңші. Ол жаққа бармайын деп шықты. Бармағасын. Амал жоқ қалып кетті. Әйтпесе ғалымның елі болмайды, кені болады деген мен сөзім бар да жаңағыдай да. Маған қызық та. Еліме қайтасың ғой, бірақ маған қызық. Бірақ мен енді әрине о жақтағылар сені көбірек түсінеді да. Өйткені дамыған мемлекеттер ғой. Біздің мемлекетте дамыған ғой, енді қазақ халқы да бәрі. Қазақ халқын бір қызығы айтайын ба? Олардың дамығаны бізден тап тұр да. Мен күйетіміз о да. Күйетіміз о да. Бәрімізден тап тұр. Сонда бұрынғы қазақтар бізде дамыған нәтижем қазір. Мысалы бір нәрсе дейші, алгоритм деп отқан әл-Хорезмді атаң емес пе? Иә. Енді кім алып тұрған? Илон Маск бәрі алып тұрған жоқ. Мынаның бәрі Химия деген мысалы. Химияны ойлап тапқан. Иә. Бәрі біздің аталарымыз ғой. Бүгінгі Астрономия. бала соны түсінбей отыр. Сен оған түсіндірейін десең өзіңді не шығады жаңағындай. Ей деп жаңағындай. Көріп қалуға біресе емші қылар біресе қалады. Иә. О жаққа барсаң сенің айтқаныңды түсініп, мынауың өте қымбат зат екен дейді олар. Құндылығын біледі. Құндылығын сөйледі. Жаңағы кім дедің жаңағы нелерің ме жаңағы? Джон Олар мен сөйлессем ол қуанады ғой. Өйткені мен оған өте қымбат информация беремін да онда. Оқып барсаң сіз алып қалады. Жоқ, ол мен пайдаланып алып қалдым, бірақ қымбат. Ол өзінің ашамай отқан нәрсесін мен просто тек қана Мәшһүр Жүсіпбердің өлеңдерінен жаңағы аламдағы сөздерін алып, жаңағы Мәшһүр Жүсіпбердің сол кісілердің алып, Бекет Аталардың кітабын алып, бір-екі ауысым түсініп беремін да. Ол бірден түсіне қояды да. Алла. Сен өзіңде Америкаға барамыз, барып көр, соны зерттеп көр. Оқуға жібердім, көресің. Солай ғой. Сондықтан нәпсі билеген, жаңағы кім Ержан қазір айтқанын нәпсі билеген заман деп отқан сол да. Мафиядан өткенде бір кино не көргенмін, жаңағы бір әшки тағы болса, адамдардың арасында жаңағы біреулер құбыжық болып көрінеді да, адамдар сол инопланетяндар келіп жіберді ме саған инопланетяндар сол. Сол да сол. Былай тақса, мынау адам болып отыр да құбыжық болып отыр да. Жаңа инопланетян деген да. Бірақ жұрттарда жаңағындай бір не қойып, сигнал беріп, жаңағындай аппаратпен сигнал беріп, жұрттың барлығын бұның түрін адам көрсетіп қойған да. Ақырында жаңа жігіт сол аппарат сындырады. Сол кезде бұл көрініп қалады да, құбыжық екен ғой. Сосын жұрттың бәрі арамызда құбыжықтар жүр екен ғой деп біліп қояды да. Сіз осы сөзіңіз аузыңызда да, мысалы осыны айтып есіме түсіп кетті да, мысалы ана Нәс сүресінде минал жиннати уан нас дейді. Олар шайтандар адамдардан болады және жындардан болады дейді ғой. Біз сол кезде ойлап қалдым, өзім жеке ойым ғой. Адамдардан болады ғой, реально сонда адам кейпінде жүретін шығар мүмкін деп ше. Осы ойым дұрыс па? Адамның өзі жаңағы нәпсі не болып кетеді ғой, шайтан болып кетеді ғой. Басқарып кетеді. Минал жиннати уан нас деп солай. Саған келеді дейсіз ғой. Ол аналардан озып кетеді ғой. Адамның шайтаны, яғни адамның өзі шайтан болып кетеді да. Рух соның бір кетеді. Айтқанын істеп кетеді сөйтіп сол айтқанын істеп. Шайтанға айналып кетеді сөйтіп. Кәдімгідей да. Кәдімгі шайтан айтып. Яғни оны терісін сыпырбасаң артында не шығады да, жаңағыдай шайтан шығады да. Кәдімгі шайтан. Оны бірақ өзіміз сезбеуіміз мүмкін ба? Олар ма? Біз өзіміз да сондай болып кетті. Жоқ, шайтан болып кетсе сезеді олар. Өздері өздерін сезеді. Мен сезбеуі де мүмкін, жаңағы бір керемет істеп жүрмін, бірақ негізінде шайтан болып кетеді. Сол ол мұсылман да болуы мүмкін, ол жүре береді, не шарт емес ол. Иә. Қайта ол
іштен шыққан жау жаман дейді ғой, сондықтан мұсылмандарды, дінді білетіндерді өздеріне олар қатты тартады да, ар жақта олар. Иә. Негізінде сол ібілістің несі ғой, жаңағы Бермудский треугольниктегі отырған, жаңағы пирамидаға отырған жаңағы ібілістің лағнетоллайтын сол ар жағында проекттер бар, бірақ мына жақта қаншама өзінің шешелердің проектісі бар, нәпсінің өзінің проектісі бар, сондай да. Әңгімесі көп та. Сондықтан нәпсі билеген заманда оларға жаңағы руханият туралы емес, нәпсіні көтеретін нәрсені айтасың да, жаңағыдай да. Сондай подкасттар жасайсың да. Сонда сен көп көтеріледі. Зато тез бай боласың, тез атақты боласың да. Депутат болып кетесің, басқа қаласың жаңағыдай. Жаңағы инфо-цыган болып кетесің мысалға да. Бірден бірақ инфо бизнесмен болып кетесің да, жаңағыдай да. Бәрі не аласың, ең сонда жоп істейсің оның бәрін. Сол нәпсімен, сол нәпсілерді сатып аласың, басқа да сөйтіп. Елді сөйтіп, сол арқылы атақты тез болуға болады да. Сіз күшті ақпаратты айтып жатса, тегін еще сіздерде. Жоқ, оны зерттеп көрдім. Мен ешкім жамандап отырған жоқ бұл жерде. Біздің халқымыздың, қазақ халқы өте бай халық, рухани бай, керемет халық. Ол болса да, біз нәпсі туралы. Алла қаласа, сіздің соңғы ретритіңіз осы жылы Умрада болады да, Алла қаласа. Шамамен ноябрь, декабрь айында. Содан кейін тағы ретрит болуы мүмкін ба вообще? Сіз жасауыңыз мүмкін ба? Осындай ақпараттар мен ойлаймын, енді бәріміз білу керекпіз. Сіздің ретритіңізде қолжетімді, басқа мысалы 1 миллион, 2 миллион сұрап отыр басқа retreat-тер. Бірақ сіздің де ретритіңіз қолжетімді де, қатты қымбат деп айта алмаймын. Бүкіл кез келген адам қатыса алады деп ойлаймын да. Менің өзім шығындалып отырсам, әр ретритте өзім пәленбай шығындалып отырсам, конечно, қолжетімді болады да. Өйткені ол өз-өзін ақтап отқан жоқ қой. Бірақ енді білмеймін, өздеріңіз осы проект жасайық дедім, мен де жүрмін ғой. Ал енді ол арғай Мәдинадан кейін қандай болады дейтін болсақ, жасайсыз. жоқ, енді ол бұл ретриттегі айтып отқан әңгіменің өзі де жай тамшылар ғой енді, кіріспелер ғой енді. Теңізге қашан шығамыз? Бірнеше жаңағы 100 томның кіріспесі да, арғай көп қой. Енді менде тұрған еше жоқ ол да. Мәшһүр айтқандай, Алла Тағала жүрегіме салса айтамын, салмаса немді айтамын дегендей, Құдай салса айтамыз, болмаса айтамыз. Бірақ ол сен қаяқтан аласың, мен ешкім айтып отқан жоқ қой. Менің бірақ нәрсем бар да, мен өзім ешкім емеспін ғой негізінде. Мен әшейін бір теолог маманмын өзі. Әшейін жүрген теолог, профессор маманмын да, әшейін бейшара жүрген адаммын да. Бұл жердегі мені қызықтырып тұрған нәрсе, ол жаңағы Көкілташтардың, Бұхараның, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жолын ұстанған, мөңке билер бе басқалар берік жағында мәшһүршіліктердің, жаңағы бекасыл әулиелердің оқыған кітаптары, солар ғой сол мен қызық. Алламен байланыстары. Солардың шет жағасын ғана айтып отырмын ғой. Өзімнің жақта дүниелерім бар, ол халыққа ешқандай не алмайды ол. Әсер етпейді. Аналардың дүниесі мені қызықтырып отыр ғой. Сөз ба мені? Мен бұл жерде сен сияқтымын. Мен ешкім емеспін деген ойламаңдар да. Олардікі болып тұр ғой. Дүние менікі емес, зат менікі емес. Сол кісілердің заттары. Сол кісілерге сөйтіп айтқанда. Рижал ғайыптардың заттары олар. Солар мені ғайып ерендердің, қырық шілтендердің солар заттары. Өзің бабаларың ғой енді. Өзің бабаларың. Қазақ аталарымыз. Қазақ аталарымыз. Солар мені таңғалдырып. Өйткені талай елді көрдім ғой мен енді. Талай елде болдым ғой. Мысырда болдым. Таңғалдыру да қиын ғой. Меккеде де болдым, Мәдинеде болдым, оқыдым, ол жақта да оқыдым, оған емес енді. Америкада да бардым мысалға да. Европада басқа талай елді көрмедім емес, Түркияда онсыздап болдым мысалға да. Бірақ бұлар мені қатты. Түркияда да көптеген әулие кісілерді де көрдім, басқанда көрдім ғой, сабақ алдым да. Бірақ бұларды қағысып қойды, басқаша болады. Біздікі бәрі мықтырақ сияқты. Энергиясы жоғары ма? Өйткені ол жақтан тарап тұр ғой. Түбі. Қанымызда не болды? Сырын айтайын ба жаңағыдай да? Сырын айтайын ба? Сыры түркілікте жатыр ғой. Түркіліктің бабасы кім? Яссауи баба да мысалға да. Ал сол кеше Османлылар бәрі сол Яссауи бабаның мүриттері, ол шәкірттер. Ибн Арабидің өзі Осман империясын құрған. Құрған. Кімнің шәкіртінің шәкірті? Сол жазған мысалы. Сонда қарап тұрсаң, осы біздің Бұхара мектебінің нәтижесінде баста Қожа Ахмет Яссауи бабамыз бар жаңағыдай да. Түркілік мектебінің нәтижесінде Османлы құрылады. Османлыдан Америка алады ғой жаңа. Одан Англия алады да. Ғылымының өзін алып отыр да.
үлкен кітап бар өзі сояқтан алған. даже ана біз сарайшықтың да көшірмесі Москвада тұрған жоқ па да? Иә. Ол дәлме-дәл көшірме. ол да әшейін бер жайыңмен ғой. Жайыңмен ғой. Жайыңмен. Сонда біздің кітаптарды алып олар Мықтап әлемдегі как будто ата бабамыз соларға кітап жазған сияқты болып қалды ғой. держава болып тұр ғой. Иә, біз пайдаланбай Қара қалдық. шаңырақ романында осыны түсіндірдім ғой сағат. Оқымайсыңдар ғой сендер. Мен оқыдым жартысы керек. Романды. Ұстаз айтып бар, сол айтыңыздаршы. Не үшін ұйықтап кете береді? Маған да комментарий жазғанда қара шаңырақты оқысам ол ұйықтап кете беремін дейді. Мен де ұйықтап кете беремін ұстаз. Өйткені Сосын оқымай жүрмін дейсің ғой. сол ұйықтап кетуінде болып тұр ғой. Мысалы қара шаңырақ болсын, жаңағы Таңбаян, Көкіташтар олар. Сол Көкіташтың тәпсірін алып қара. Жазылып қойған аудиода қаншасын 200-дей адамға тыңдаттым әдейі да. Тәжірибе жасадым да. Арасында мен де бармын сөз. Арасында да бар. Соның көбісі ауруларынан жазылып кеткен. Да? Машалла. Мысалы жануарлар біреу айтады, көп адамға жын салды, сиқырым бар деп еді, басқа емделдім болмады. Осы Таңбаянды тыңдап, жаңағы Көкіташтың тәпсірін тыңдап, аудио ғой жаңағы. Соны тыңдап, Алладан шипа таптым дейді. Себеп қой енді. Бәрі Алладан ғой. Біреу айтады, дәрі ішіп жүр едім дейді, жүрегім ауырады. Өткенде бір үлкен апа 90-дағы ма, жүрегім ауырады, врач айтты, жүрегің жақсы болып кетті деп айтты. Қалай, бірақ түсіндіре алмайсың да, бірақ маған да мен де ұйықтап қалып отырмын. Да? Мен де ұйықтап қалдым. Тыңдаймын, ұйықтап қалдым. Машалла. Мен де бір рет тыңдадым, ұйықтап қалдым. Иә, сонда ұйықтап қалсам. Сол айтады ғой, бұл не қасиет бар деп. Иә. Сол. Сол түсініксіз болып тұр. Ау. Түсініксіз болып тұр өзге де. Ол үшін біраз рекеттерге қатысу болды. Ол енді офлайн келіп отырмаса, жеке болмаса, нәпсілерін алып тастамасақ. Сол ғой, нәпсілерін алып тастаймыз да, өзім жеке деп отырып алып. Өзіміз ғой дейсіз. Ол жібере салшы. Сүйек бойда жібере сал, отыра берсін деймін да. Яққа келіп, сөйтіп алдым да. Сөйтіп аламыз. Әңгімелесеміз. Иә, ұстаз енді уақытымызды оқып, тағы да қызық жерден бітейін деп жатыр ше. Ол кісілерге де енді сіздер де осындай енді пікірлеріңізді жазып отырыңыздар астына, өйткені білейік сізге қандай болып жатыр, не түсініп жатсыздар, астына жазсаңыздар. Ұстаз Аликім, алла қаласа рет кітабыңыз қашан шығады сіздің? Сол сентябрлерде шығып қалады иншалла. Сентябрьдің соңында. Осы августтың аяғында. Подарка ретінде бір 3-4 адамға бере аламыз ба? Шыққан кезде. Қазір осы ютубты көрген ең жақсы комментарий жазған. Мықты комментарий, түсінген комментарий. 3-4 адамыз, біраз көбірек беріңдер да. 5 адамға берейікші. Тоқымасын да. Тегін ше, 5 адамға. Күшті комментарий ұсынған адамға. Иә. Мысалы, соған 5 адамға өзіңізді сіздің атыңыздан қолтаңбаңызбен бір сыйлық ретінде берсек. Машалла, сіздің атыңыздан сыйлық ретінде. Иә, түсіндіре кетейін қайтадан. Ең жақсы осы подкастта не түйдіңіз? Ақшамды шығарып отырып қой жаңағы, ақшамды мынандай кіші кітап. Всегда собой алып жүру үшін, өзіне алып жүру үшін. кезінде метрода неде оқиды. салып қойып жүре береді дейсіз. Кішкене сумкасы салып қояды да, қалтасына салып қояды. Сөйтіп метрода кетіп бара жатқанда, автобуста кезінде өте ыңғайлы. сөйтіп жайлап оқи берсе, иншалла тағы басқа жалғасы бар томдар. Ретриттер жалғасады. Құдай қаласа, машалла. Яғни тегін алып тұр ғой енді. Машалла. Сол 5 адамға ең жақсы жазған комментарийға 5 адамды тауып, сол 5 адамға сол кітапты ұстаздың атынан қолтаңбасымен бірге сыйлаймыз. Не комментарий жазу керек мысалы? Осы подкасттан түсінгенін жаза салсын. Түсінгені ма, или ол? Түсінгенін жаза салсын. Подкастта ең ұнаған ұстаз таңдап бесеу. Түсінген болуы мүмкін, өз ойлары әйтеу бір. Мақтап кетуі мүмкін да ұстазды. Жоқ, мақтап кету, Құдай сақтасын, мен қатысым жоқ. Ол мен мақтаса, онда құрыдым да, онда да. Аллаға қатысты ма, или Алланы мақтау керек, пайғамбарға салауат айту керек та. Мен туралы мүлдем жазбау керек та. Шарт сол болу керек та. Жақсы сонда. Подкасттан түйген ғой білімін. Соны жазса, соған қарай. Ары кетсе, мен сияқты бейшараға дұға ету мүмкін да. Алла разы болсын. Бала шағаң қызыңға дұға ету мүмкін да. Ол дұға етіп жатса ризамын, бірақ Құдай сақтасын, мақтайтын мен бір айтқан жоқпын. Мен бабаларын айтып жатырмын тек қана. Жоқ, мен де сендердің бірім ғой. Маған да қызық болып отыр. Бұл не онда? Бұлар кім бұлар сонда? Мен де байдан ба бұлар сонда? Әңгіме болып тұр ғой. Онда бүйтсек ше. Алла туралы не түсінді, сол туралы жазса. Иә, сол не түсінді. Жалпы осы подкастта не түсінді, соны жазады да. Мен андай инсайт алдым деген сияқты да, сенің тіліңмен айтқанда. Мынандай инсайттар алдым, мынандай пікірлер туды. Сосын қосымша менің де бір айтарым бар еді, өзің айтарын жазу мүмкін. Деп сондай да, пікірлер жазу. Жақсы пікірлер деген сол ғой.
сол түсінгендеріңіз бойынша солай 5 адамға ал енді тегін қолтаңбасымен енді мені сынаймын дегендер болса сынай берсін енді кімді сынамайды енді ең мықты сынаған адамға деп қойсаңызшы. дұрыс еді бірақ олар алмайды ғой алса оған да береді иә алмайды алса оған да береді рахмет подкастымызға келгеніңізге, тегін осындай ақпараттармен өте бізге жанымызға рухымызға қазақи нәрсені өзіміздің атамызды таныстырып жатқаныңызға рахмет, алла разы болсын. Сонау алыстан қанша 2 сағат жол жүріп келгеніңізге рахмет айтамыз, бағалаймыз ұстаз, білеміз сізге оңай емес, таксиге салып жүрміз иә уақытыңыз да бос емес, иә таксиге салып жүрміз, құдай қаласа артқа қарай. Рахмет, алла разы болсын. сонда алхамдулилlah алла тағала осыны подкастты көріп отқан кісілердің үй отбасыларына алла тағала берекесін берсін, жүректеріне иман ихсан нәсіп қылсын, қандай да дұға тілектер болса дұға тілегін алла тағала қабыл қылсын, жолдарын ашық қылсын, ұлын ұлияға, қызын қызаға, қияға ұзатсын, иншалла. Екі дүниенің бақытын көріп, Аллаға дос болып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға жақын болсын. Алла.